Сәлем, everybody. Бір жылдары мына Каспий банктың проблемный отделында жұмыс істегем. Бұл проблемный отдел деген мына өздері кредиттарын төлей алмай бастары қатып жүрген адамдардың үстіне өзің жаңағы счеттарын жауып, сотқа беріп, одан сайын проблема жалғап беретін жер ғой. Былай алғанда енді негативный жер, негативный. Осы жерде бір жыл жұмыс істедім. Бір жылдың примерно басындағы бір 3 күннің ішінде сол кезге дейінгі естімеген талай бұғауыздар мен қарғыстар естіп тұрдым ғой. Адамдар келіп боқтайды кәдімгі. Бір адам келді де, елки-палки, тың-тың-тың-тың-тың-тың деп жатыр. Мен айтам, ағасы, ашуланбаңыз. Қалай ашуланбаймын? Тың-тың-тың-тың-тың. Менің де мына аяғымдағы ішімдегі бір жағым қайнап жатыр. Ответ бер дейді екінші жағым. Ағасы, отырыңыз, өтініш. Қалай отырам қазір, мұрныңды бет қылам. Мына аяғым, бет қыл шал. Екінші жағым. Ағасы, отырыңыз, кофе ішесіз бе? Мынандай бір случай болған. Бір жігіт келді, алдыма келіп отырды жаңағы клиентский столға. Айтады, солай уже 3 айдан бері төлей алмай қалдым. QNet деген сетевой маркетингқа ақша алғам 700 мың. Солай төлей алмай жатырмын. Кішкене қиындықтар болып отыр. Сен карточкамды жаппай тұра тұршы. Мен саған 1 айдың ішінде осыны полностью жауып тастаймын. Мен айтам, қалай жауып тастайсыз? Осы 1 ай уақыт берсең, бір 4 адам астыма жазам да, жауып тастаймын. Мен айтам, қазір ондай лоқтар енді жоқ шығар. Не дейсің? Кешіріңіз, мен сұлу қайтып қойыппын ғой. Содан жаңа айтып, бір ай уақыт бер, мен саған жауам. Етті шығып барады, маған айтып, сен өзің қалай? QNet туралы естуің бар ма? Мүмкін мен саған QNet туралы айтып берермін. Ағасы, рахмет. Басқа адамдарым бар еді. 1 ай өтті, 1 ай өткеннен кейін звондадым. Алло, Полинче Түгеншевич, сіз полностью жауам деп едіңіз ғой. Бауырым болмай жатыр енді. Не болып қалды? Адам таба алмай жатырмын. Тағы бір уақыт бершейші. Сен өзің қалай бұлай QNet туралы мәліметің бар ма? Мен айтам, ағасы, жақсы онда тағы бір уақытта звондарым. Тоқташ, сен сол жерде, баяғы жерде офиста отырсың ба? Жоқ, ағасы, мен ол жерден көшіп кеттім. Қазір вообще Оралда емеспін, Алматыдамын, колл-центрдамын. Деп жаңағы, ол менен емес, мен одан қашатын болып кеттім. Бір әйел адамға звондадым. Алло, сәлеметсіз бе? Сіз бүгін 200 мыңды полностью жауып тастаймын деп едіңіз ғой. Бұйырса енді бүгін жауым керек. Тоқтаңыз, сіздің что-то дауысыңыз менің қасымнан шығып тұрған сияқты ғой. Мен сіздің неде отырмын, отделениеде отырмын. Міне қараңыз, мен мына жерде отырмын. Көріп тұрмын. Не істеп отырсыз бұл жерде? Қазір міне сіздің менеджердан кредитқа заявка беріп қойғанбыз. Қазір одобрение келсе, мына просрочный кредитті жауып тастаймын дейді. Енді естімеген елде көп дейді. Мынандай да бір случай болды. Бір жігіт келіп, маған айтады, брат, көптен бері енді төленбей қалды, енді өзің көріп тұрсың ғой. Не? Вообще, ақша алатын жер болмай тұр, жұмыс жоқ. Банктар кредит бермейді, тума-туыстар біреуде ақша бермейді. Қайдан алатын білмеймін енді. Сен енді маған 6 айдан бері звондап жүрсің. Бұлай алғанда екеуміз таныс болып кеттік уже. Мүмкін сен бір 250 мың маған қарызға бере тұрарсың. Ол қалай болады екен? Берсең, осы кредитті жабам, өзіңе қайтарып беремін. Шын айтасың ба? Шын айтам, кім? Іншек, нан бар ма, нан? Оны не істейсің? Нан ұстап айтайын дегенім ғой. Мен нан ұстағандарға көп сенбеймін. Егер түн жамылып тұрсаң, мүмкін сенің қалар едім. Түн жамылып тұрсаң дейсің ба? Сіздер не ма? Кеште түнде жұмыс жасайсыңдар ма? Жоқ, 6-ға дейін. Қап. Негізі бере тұрсаң бар ғой, мен саған прямо откровенно айтайын, қайтарып беремін. Мен мына сенің қазір базадан қарап отырмын. Сенде 5 кредитің бар екен, 5 банкта. 5 микрозаймың бар екен. 2 алиментің бар екен. 18 штрафың бар екен, 2 судимостың бар екен.
что-то саған сену қиын сияқты ғой. Оның бәрі ерунда. Сен маған берсең, именно саған қайтарып берем. Оллахи биллахи қайтарып берем. Оллахи биллахи деген сонда нан ұстағаннан да құндырақ па? Негізі қазақтың сондай сөздері бар ғой, сондай сөздерге кейде сеніп қаласың. Жаңа бір досым айтады, кеше 2 балық ұстап алдым біздің көлден дейді, қасымыздағы. Мен айтам, қойшы. Айтып тұрмын ғой, түн жамылып тұрмын ғой. 2 осетр ұстап алдым. Негізі бұл көлде осетрлар жүрмейтін еді ғой. Бірақ енді түн жамылып тұрсың, түн жамылып айтып тұрсың, мүмкін ұстап алуы мүмкін. Сондай. Мына бір сөз вообще қатты ұнайды. Мақтанғаным емес. Негізі айфонды Қазақстанға ең бірінші алып келген мен. Ол кезде даже Назарбаевта да айфон болған жоқ. Сен енді мақтанып жатыр деп ойлап қалма, мақтанғаным емес. Бірақ енді айфонды ең бірінші алып келген мен. Сен енді мақтанбайсың ғой, білеміз. Сосын мынандай сөз бар енді, өзіме тоже ұнайды қазақтың сөздері ғой. Очередьте тұрасың, бір жігіт келеді де, брат, кремде шығам, крем и шығам. Ну давай, кіріп кет. Сосын бір кезде есік ашасың. Кеме, брат, сен кремде шығам деп едің, 2 сағат болды ғой, что-то шықпай жатсың. Мен мына крем туралы айтқам ғой, мына. Ал жігіттер, қыздар, бүгінше осы. Жазылуға ұмытпаңыздар. Подписка, шер, коммент бәрі сізден. Жақсы көңілге менен. Сау.